Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге демонстрациялық жұмыс жасап, сізге де қарапайым да әрі оңай, қызықты тәжірибемен бөлісетін боламын. Жұмыс бізде қарапайым су мен тұзды судың айырмашылығын, яғни тығыздықтарына байланысты кейбір денелер неге оған батып кетеді, кейбір денелер неге оған батпайтынын анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге екі мөлдір ыдыс керек. Су құйылған қарапайым, біреуінде жай су, біреуінде бізде тұзды су. Осыған батыратын дене ретінде біз екі жұмыртқаны таңдап алып тұрмыз. Бірінші біз жай суға батырып көрейік жұмыртқаны. Бұл жерде тұз бізде арнайы алдын ала қосылып дайындалған. Мынау жай су, ештеңе қосылмаған. Қарайтын болсақ, су бізден бірден түбіне батып кетті. Яғни қалқыған жоқ, ортасында немесе бетінде тұрған жоқ. Бұл бізде тығыздық аз болу әсерінен. Ал келесі кезекте біз тұзды суға салып көреміз жұмыртқаны. Яғни қарасаңыздар, су жұмыртқа бетіне қалқып шықты. Бұны біз қанша түбіне қарай батырсақ та үстіне қалқып шыға береді. Бұның себебі тұзды суда бізде тығыздығы жоғары болу себепті жұмыртқаның тығыздығы бізде аз, ал судікі көп болғандықтан оны керектерші күш, яғни Архимед күші. Осы құбылысты бізде Архимед заңы жақсырақ түсіндіріледі. Егер де сіз бұны үй жағдайында қайтатын болсақ, бізге тура сол сияқты екі мөлдір ыдыс керек, және де бізге су керек, және де тұз керек. Тәжірибені бастайтын болсақ, біз екі ыдысқа да су құйып шығамыз. Бірінші және де біз бір ыдысымызға тұз саламыз. Бізде тұзды су дайын. Енді келесі кезекті бастайтын болсақ, жұмыртқаны бірінші біз жай суға салып көреміз. Яғни қарасаңыздар, жұмыртқа түбінде тұр. Ал біз жұмыртқамызды тұзды суға салатын болсақ, бізде балқып тұр. Мұнда жақсырақ көрінеді. Қорытындылай келетін болсақ, біз жай су мен тұзды судағы тығыздықтарына байланысты оларға дене қайтып бататынын, қайтып қалқып тұратынын анықтадық. Бұл тәжірибені, бұл құбылысты бізде Архимед заңы арқылы түсіндіріледі. Егер де сіз осындай тәжірибелерге қызықсаңыз, бізге қосылыңыз. Сау болыңыз.